Сәлем достар, бүгін біз өте оңай тирамису тортын жасайтын боламыз. Видеоның соңына дейін қарап, лайк басып, комментарий жазып, тіркелуді ұмытпаңыздар. Қараңыздар достар, міне дәл осындай мен капучино кофесінен жасаймын, өте дәмді. Сол үшін оны бірінші жасап аламыз, кофемізді сөйтіп салқын жерге қоямыз. Енді біз креміне кірісетін боламыз. Міндетті түрде маскарпоне қолдансаңыздар болады, өте дәмі нәзік болып шығады. Және бізде сахарный пудра и 33%-дан жоғары сливки пайдалансаңыздар болады. Ең алдымен біз творожный сырымызды комок болмау үшін бірінші әбден езіп аламыз, сосын қалған сливкиді құйып миксерлейтін боламыз. Қараңыздар, қатты қою қылмаймыз, пышный болып, әдемі болып шығады. Көрдіңіздер ма? Дәл осындай болып. Енді біз жинайтын боламыз. Мынау бізде тирамису печеньесі. Енді осыны ашып, жаңа суытқан кофемізді алып, қазір соған батырып отырып жинайтын боламыз. Менде мына ыдыста ыңғайсыз, сол үшін мынандайға кеңдеу ыдысқа құйып аламыз. Бізге печеньемізді батыру керек, сол үшін енді осындай мен кольцода жинайтын боламын. Диаметрі 20 сантиметр, осылай кішкентай қылып жинаймын, өте әдемі көрінеді. Қараңыздар, дәл осылай кофені батырып, барлығын қойып аламыз қаз-қатар. Содан соң жаңа кремімізді толтырып салып шығамыз. Креміміз бізде тура балмұздақ сияқты дәмі, өте керемет. Енді екінші слойымызды жинайтын боламыз. Өздеріңіздің ыңғайларыңызға қарай жинасаңыздар болады. Мен осылай жинадым. Енді тағы да крем жағып, барлығын өстіп жауып шығатын боламыз. Қараңыздар, бетін тегістеп осылай аламыз. Енді үшінші слойымызды жинайтын боламыз. Үшіншісінде мен осылай жинадым. Қаз-қатар қойып шығамыз. Және үстіне тағы да крем жағамыз. Өте оңай достар бұл торт деген. Және де өте нәзік сондай. Шаймен ішкенге күшті кетеді. Қонақтарыңызды қуантсаңыздар да болады. Бетін барлығын тегістеп жағып шығамыз. Қазір мен тегістейтін боламын. Міне дәл осылай тегістеп шығам. Енді достар, осыны бетін пищевой пленкамен жауып, біз бұны холодильникке 4-5 сағатқа қоятын боламыз. Және де болмаса түнде істеп таңға дейін қойсаңыздар болады, өте сіңімді болады. Мен міне қазір 4-5 сағат болған, даже менде одан да көп сағат тұрды. Енді бұны жәймендеп кольцодан снимать ететін боламыз. Бірінші осылай қапталын пышақпен босатып аламыз. Және жиектерін әдемілеп, дұрыс болмай тұрған жерлерін. Сөйтіп үстіне какаоны себетін боламыз. Бәрін тегістеп, әдемілеп сеуіп шығамыз. Қараңыздар, дәл осылай сеуіп шықсаңыздар болады сіздерде. Өте оңай торт, тез жасалынатын торт. Міне қараңыздар, керемет, әдемі болып шықты. Көрдіңіздер ма? Өте әдемі. Бұл тура дәмі мороженый сияқты кремі деген. Және де достар, мен қалған ауысқан печеньемен осылай мен ыдысқа жасадым. Бетін жауып осылай қойып қойғам. Бүгін ашып, міне бетіне тура осылай істедім. Енді қазір көрейік қандай. Қараңыздар, өте әдемі болған ғой мына торт достар. Дәмі
кремі деген керемет. Міндетті түрде жасаңыздар достар. Өте оңай. Тек қана осылай батырып печеньені кофеге батырып қойып шығасыздар да кремін жағып шығасыздар. Түк қиындығы жоқ. Өте күшті. Сенімдеріңізді ақтайды.